Ассалаумағалейкум, қазақ елі, амансыздар ма? Кеше бір ашаршылық туралы бір пост салған едім, соған байланысты бір комментарий айтайын деп едім. Көп адамдар комментарий жазды, перепост жасады, алла разы болсын. Бұл енді біздің тарихымыз, өкінішке орай қандай тарих болса да әйтеуір тарих сондай болды, Алланың қалауымен. Негізі көбісі біле бермейді. Әлихан Бөкейхановтың сөзіне сенетін болсақ, біз білетін Голощекиннің ашаршылығы ғой 32-33 жылы. 22-ші жылда ашаршылық болған. Әлиханның сөзі бар, қазақтың тең жартысы өліп кетті дейді. Тышқан терген қазақ деген сөздері бар. Соған дәлел ретінде айтайын деп едім, менің өзімнің туған нағашы әжем Айша апа деп айтатынбыз. Сол кісі жатқан жер жайлы болсын. Сол кісі тура 17-ші жылы туылған. Сонда 7-8 жасында, примерно 22-23 жылдары ғой. 23 жылдардың аяғы ма. Олар өздері Қарағандыда жақтағы Қарқаралыдан. Сөйтіп, ол кісінің аузынан естігеніміз ғой. Сол кісілер 3 жасында әжемнің, Айша апамның 3 жасында шешесі қайтыс болған. Төсекте жатып, таңертең тұрмай алған, неден қайтыс болған белгісіз. Одан кейін сол әкесі Қарқаралыдан Балқаш жаққа қарай барып, өзінің 2 үлкен ұлын іздеуге кетеді. Олар портта істеу керек еді. Барып іздейді, таппайды. Сонымен шұғиыр жоқ, әйтеуір таппады. Без вести пропали, бұл айтқан кезде. Ес-түссіз. Сөйтіп, не өлгенін, не болғанын, сонда портта істеді деген естіген, барып іздеген, таппаған. Сонда қасында өзінің қызы, жаңа Айша апам, 7-8 жаста. Сонда әкем дейді, соларды іздеп, таппай, ең соңында сол аштықтан сол жерде жан тапсырды дейді, ойлаңыздар. Кішкентай қызы 8 жаста қалып қойды. Өзінің әпкелері бар. Әпкелері онда ол кезде 16-17 жасында тұрмысқа шығып кететін кісілер ғой. Сөйтіп, олар ертеде тұрмысқа шығып кеткен, бұл жалғыз қалып қойған, жетім Балқаш жақта. Өздері арғыннан, Қаракесектен тарағандар. Сөйтіп, жалғыз аштан өлейін деп жатқан қызды Ташкентке алып кетеді. Ташкентте сол жерде приютта өмір сүреді. Сол 15-16 жасқа дейін сол жерде болады. Кейін 16-17 жаста тұрмысқа шығады ғой, Тәшім деген кісіге. Алла ол кісіні жәннаттық қылсын, жақсы кісілер болған. Айтайын дегенім, сонда әжем айтады, сонда бізге дейді Ташкентте детский домда картошканың қабығынан тамақ жасайтын еді дейді. Соны шешем сұрайды ғой енді, апа, картошканың өзі қайда десе, білмеймін дейді, бізге картошканың сыртын беретін дейді. Содан ботқа жасайды, соны ішеміз, шалшық су дейді. Сонда нағаш әжемнің әпкесі бар, кейін 40 жылдан кейін ба тапты ғой деймін сол кісілерді. Қанша жыл бір-бірін көрмей, кәдімгі жди меня болған ғой. Сонда әлгі кісі әжеміз айтады, біз дейді тышқан кесіртке жейтін едік дейді. Тіпті кесіртке мен тышқанды таппайтынбыз дейді. Сол таң қалатыным бар ғой, сол кезде тіпті жан-жануар жоқ болып кеткен ғой. Бұлай енді айтамыз ғой, орыс өлтірді. Енді шынымен ғой, 22-23 жылдары, 1922-23 жылдары Лениннің қолымен істелінген ашаршылық, 32-33 жылдары Сталиннің қолымен істелген, қолдан жасалған ашаршылықтар ғой. Сол кезде қазақтың 80-90% жоқ болып кеткен осы 2 ашаршылықта. Қазір біз 100 миллион болатын қазақпыз ғой, әлі 20-ға енді жетіп жатырмыз. Алланың қалауы солай болды ғой енді. Енді айтайын деген осыны әжем жылап айтатын еді. Біз нанның қиқымын жерге түсіріп атқан кезде айғайлап ұрсатын еді бізге. Жина ананы, нанды баспа, ананы жина деп. Сол кезде түсінбейтін едік, қазір ғой түсініп отырмыз ғой. Қаншалықты қиын жағдайда көрген. Сонда кесірткені әрең табамыз дейді. Су құямыз, іннен шығады, өзі әрең шығады дейді, кесіртке өзі аш. Сон таң қалатыным, сонда апамның әңгімесін тыңдасақ, сол кезде тышқанның кесірткенің өзі аш жүрді. Жан жақтан нәубет келгенға қазаққа. Тек қана орыстың қолымен емес, жалпы бір Алланың азабы десек те бола ма, білмеймін енді, қалай айтсам болады. Үлкен бір сабақ болды ғой Алладан бізге. Сол кездегі адамдарға. Енді сол ашаршылық көрген адамдардың ұрпағымыз біз.
таң қаласың. Мен тағы бір таң қалатыным, мысалы Балқашта балық аулап жүреді ғой, сонда әжелерімізден сұраймыз ғой, енді үлкен кісілерден сұраймыз, сол балық аулауға болмай ма деймін да, балық та жоқ па, алынған алла біледі дейді. Сол не балық жоқ дейді, немесе сол әлгі сасықтар, атын айтпай ақ қояйын, солар Балқашқа жақындатпады. Анығын алла білуші қалай болғаны. Не болса да әйтеуір қырды ғой қазақты. Сол қазақ сол кезде, бағана кешегі мақаладан оқысаң таң қаласың, өз баласын өзі жеді, өз аяғын кесіп, өзінің аяғының бұлшық етін кесіп, содан сорпа жасап балаларға берген кездер болды. Енді ананы оқысаң бар ғой, кешегі мысалы қойған постты оқысаңыздар, 10-15 беттей, ол кәдімгі деректі архивтен алынған заттардың бірі. Сол кез, сол өз көзімен, өз құлағымен естіп, өз көзімен көрген адамдардың жазғандары ғой. Қанша жылдар бойы оны айта алмады қазақ, қазір айтып жатыр. Соның бәрін қанша айтса да, қанша оқысақ та, көрсек те, естісек те, соны біз қаперімізге алмаймыз. Қазіргі таңда да қазақтың үстіне түскен нәубеттердің барлығына, су тасқыны бәрі негізі сайып келгенде әрине адамның да үлкен кесірі ғой. Екіншіден, біз Құранға, хадиске сүйенеміз. Соған сүйенетін болсақ, Алла тағала Құранда айтады, осының барлығы сендердің қол істеген күнәларының себебінен дейді. Қанша ауыр болса да, шынымен солай, шынтуайтында. Өкінішке орай. Енді осыған байланысты кешегі бір пост көріп, оқып, соны сіздерге бөліскенім, осыны қаперге алса екен қазақ. Қаншама одан кейін қаймақтарды өлтірді, әйтеуір қазақты бытшын шығарды ғой, бірақ Алланың қалауы басқаша болды да, қазақ бәрібір аман қалды, егемендік алды, тағы да басқа. Өніп өсіп жатыр. Енді лайым солай болғай, бірлігіміз жарасын, сонда ашаршылықтан Алла біз сақтасын. Мысалы қазір көптеген адамдар Африкаға, тағы да басқа жерге көмектеседі ғой. Мен ол жаққа бармайтын, мен ол жаққа да бара алам, ол жаққа да сол халыққа көмектесе алам, бірақ менің өзімнің халқым қазір жағдайы жақсы емес. Хаде қайырымдылық қорын құрғанымда себебі сол. Тамақсыз отырған халық бар арамызда, осы Алматының төңірегінде. Жүреміз ғой, көреміз ғой, бір адамдарға кірсең наны жоқ. Бір адамға кірсең акарачканың өзіне зар болып жүр ғой. Ойлаңызшы, кірген кезде еттері жоқ. Енді сол кезде есіме түседі, ана тышқан терген қазақты. Айреттеңіздер. Сол жағдайды ойлайсың да, қазақ сондай жағдайға қайтадан түспес екен, қолымыздан барынша көмектесек екен. Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығаратын кез келді ағай. Аллаға табынайық, Аллаға серік қоспайық, күнәлардан аулақ болайық. Артымыздан келе жатқан ұрпағымызды салихалы болуына атсалысайық. Енді қиын. Кешегі ана постты өзім оқып, өзім әрең отырдым да, жылап. Оңай емес. Ондай болмау үшін қазақтың артын шығуды қою керек. Қазақты құрметтеу керек. Қазақты қолдау керек. Сатқындықтан сақ болу керек. Жемқорлықты тастау керек. Билікке қарайсың да, жемқорлықтар көбейіп кеткен, әбден халықтың өзі сондай болып кеткен да. Таң қаласың, неден де ойлайсың да, дінсіздіктен бе? Ойланар жағдай ағайын. Не десек те, Алла жүрегімізге иман тауфиқ берсін. Аман болыңыздар.